الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد қадірлі қауым, құрметті көпшілік, бұны айналайын барлықтарымызға атқан таңымыз қайырлы, Құдайдың күні берекелі болсын, берген күні ұлдарыңыз өсіп ұяға, қыздарыңыз қияға қонсын. Мына бүгін мемлекетіміз дамыған сайын өз демалыс күні көбейе бастайды. Міне тағы да бір 3 күн бірден бір әдемі демалыс күнге тура келіп қалды. Сондықтан халық талабул илм фаризатун алы күллі муъминина вал муъминат муслимина вал муслимат дейді. Барлық адамдарға ілім талап ету, оны тарқату парыз етілген. Сондықтан біз мынау бала кезімізде мен айттым ғой, 7 жасымнан бері осы атам діндар емес еді, бірақ діндарларға жақын жүрген адам еді деп. Сондықтан менің естіген әңгімелерім, ол пікірлеріміз, ол ешкімде жоқ деп мақтанып айтсам болады. Себебі мен 45 жылдан бері, 50 жылға жақын осы ілімнің ішінде жүрміз. Міне сондықтан 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді ғой. Сондықтан сіздердей адамдармен жасап жатқаныма мен өте қуанып, жүрегім жарылып, осы жаңа шынында да өзгерді қазір. Қазақтың дана екенін тағы бір мәрте, міне 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген де садаған кетеген қазақтың әр сөзі ақылдың көзі екенін, сіздер 50 жылға жетіп, оған саналы болып жетіп, ілім алып жеткеніме, сіздердей адамдармен замандас болып отырғаныма, мен жүрегім жарылып, төбем көкке бір қарыс жетпей отырғанын сіздерге жеткізіп қоймақшымын. Сондықтан кеше бір кісі, біздің алдыңғы нелерді көріп отырған кісі екен, өте бір салиқалы адам екен, маған сұрақ беріпті, звондады. Сіз пайғамбар деп кімдерді ойлайсыз деп менің өзіме жеке сұрақ берген екен. Мен жаңағыдай барлық түнімен дайындалып шықтым, мына кітаптарды көрсеттім. Бана айттым ғой, өзім оқи алмаймын. Балдама осылардың бәрін іздедік, баяғы естіген әңгімелермен мына кітаптағы әңгімелердің бәрін сіздерге біріктіріп, пайғамбар деген кім дегенді міне мен өзімнің сіздерге пікірлерімді міне айтып қоймақшы. Мен айттым ғой, мен заңнан қорқамын деп. Заңнан қорқатын адам тілін тиіп жүру керек. Міне мен заңнан қорқамын. Сондықтан міне заңға сәйкес жаңа кісі сұрағаннан кейін, сіздің ойыңызда пайғамбар кім деп ойлағаннан кейін мен өзімнің ойымды айтпақшымын. Мына пайғамбар деген нәрсе, бұл қазақшасын айтсаңыз көреген. Бұл көрегенде адамдардың бәрі, тәуіпке барсаңыз, әзірге барлық балгерлерге барсаңыз, олар өткен күнмен сөйлей береді. Мына қасыңда ана отыр, олар дұрыс айтады. Ол да шайтанның көзде де болған, қазірде де болады. Сондықтан ол бірақ ертеңді білмейді да. Сол ертеңгі білген адамды қазақтар көреген дейді. Сондықтан бұл бірінші көрегендер кімнен шыққан мирас болған десем, избранный народ деп айтады ғой еврейлер. Шынында да барлық пайғамбарлар от и до осы күнгі соңғы пайғамбарына дейін барлығы еврей болып есептелінеді. Себебі Ева, Рой деген сөз ананың баласы деген сөзді олар еврей дейді. Бүкіл халық өзінің анасының атыменен аталып тұр, ананың баласы деп. Бұлайша әзірге тілмен айтқанда оларда матриархат. Білдіңіздер ме? Сондықтан оны барып пайғамбарлықтың мектебі жоқ, анау-мынау дегеннің бәрі өтірік. Сондықтан барлық пайғамбарлар еврейлер болғаннан кейін, олар тілі түсінікті, үрп әдеттері өздеріне түсінікті, одан кейін оның мектебі жоқ деп қазіргі адамдар өтірік айтып жүр. Бұл мына мен 50 жылдық жаңа тарихты айтып жатырмын. Қазір 50 жылдан бері ілім өзгерді. Кейін олардың бәрі сауатсыз дегеннің де бәрі исключительно өтірік ол. Білдіңіз бе? Себебі мысалы үшін таудың ішінде қой бағып жүр дейді. Сөйтіп бірден пайғамбар болды дейді. Барып әзір шопан көп қой, барып шопанмен сөйлесіңізші. Одан не шығады одан? Ал енді Құдай деген адамда ол ілімді адам таңмайды ғой, ол Құдай бізді ілімменен жаратқан. Біздің ақыл есіміз, күшіміз, неміз, ойымыз қай жерге жететінін біліп тұр. Егер де бізді күшпен жаратқанда, біз басқаша болар едік. Себебі ол біз іліммен жаратқан. Қайсымыз неге қадір, қайсымыз неге лайықпыз. Даже қалтаңыздағы, үйіңіздегі дүниеңізді өзіңіздің ақыл есіңізге, ой өрісіңізге, іліміңізге қарап береді Құдай. Себебі ол ілімменен жаратқан. Ілімменен жаратылмаса барлық нәрсе біз әзімді секунд анамды ол дұрыс емес ол. Құдайдың өлшемі одан басқа. Ол нағып айнып кетпейді, егер іліммен жаратылмаса. Сондықтан бір нәрсені біліңіздер, еш уақытта
пайғамбар сауатсыз болған, қой бағып жүрген жерінде анау келген, мынау келген деген нәрсеге мен өз басым сенбеймін. Мен өзімді айтып отырмын ғой, сенетін адамдармен мен еш уақытта жүрмегенмін. Міне сондықтан бір нәрсені білуіміз керек. Пайғамбарлық деген нәрсе де алдыңғы кітаптардан көріп, алдыңғы пайғамбарлардың немен есептеп, ілімін алып, барып кейін барып, оны ақыл есі кірген екен, халыққа шыққан екен, ел қолдаған екен, қазақшаға айтқан кезде ол көреген адам ол. Біз көрегенді кімді айтамыз? Көзімен көргенді, көзімен көріп тұрған нәрсені, ойына келген нәрсені, жүрегіне салып, ақылға салып істеген нәрсені біз көреген дейміз. Ал көрген нәрсесін істеп кеткенді көргенсіз дейді. Ойына келген істеген нәрсені, не дейді? Хайуан дейді. Нәзір жүр ғой адамдар, көрген нәрсесін істейді, ойына келген нәрсесін істейді. Ол қаяқтан пайғамбар болады? Сондықтан пайғамбар деген нәрсе бірінші көреген, екіншіден, жаңағыдай менің жүрген, мен еш уақытта фанатиктермен жүрмегенмін. Барлық зиялы адамдар жүргенмін, солардың бәрінің айтуына қараған кезде, пайғамбарлар от и до соңғы пайғамбарына дейін бұлар еврейлер болар. Бірақ ішінде анасы бөлектері бар да бұлардың. Сондықтан оларда сол ана жағынан кетіп, кейбіреулері жаңағыдай басқа ұлтты айтып жүр, бірақ ол түбі бәрібір еврей олар. Себебі барлығы Авраам деген кісінің ұрпақтары ғой бұлар. Соның жаңағы біреулер бадуиннен туылған, басқа әйелінен, араб әйелдерінен, ажар деген, міне солардан шығады. Сондықтан еш уақытта сіздер бір нәрсені біліңіздер, мен бұны неге келіп сайып отырмын? Бұны келіп мен кәдімгі біз 50 жылда ел жаңа, біз жаңа Қазақстанның, жаңа заманның адамдарымыз. Сондықтан еш қайсы пайғамбарлар бірінші кедей болмаған. Еш кедей адамнан ақыл шықпайды. Түсіндіңіздер ме? Барлық енді оны сіздер көрсеңіздер, Тарауны көріңіздер, Библияны көріңіздер, бәрі исключительно бай болған. А бірақ көркемдеп, жаңағыдай көркемдемесе болмайды ғой. Мына қазақ айтады ғой, Сократ та айтып отыр, Аристотель екеуі әңгіме айтқан кезде. Ана шындықты айт деген кезде жоқ, шындық бармайды. Жалғыз дүние өтірік болғаннан кейін шындықпен жете алмайсың деп, баласына дәрі бергендерін алдырып тәтті деп соларды айтады. Сондықтан барлық нәрсеге ілім керек. Сондықтан көреген адамды алдыңғы пайғамбарлардың жолдарын біліп, солардың несін жеткізіп келе жатқан адамды біздің тілімізге айтқан кезде оны көреген десек болады. Ал енді көру үшін не керек болады? Көру үшін дүние керек болады. Мен әкем совхоздың директоры болды да айттым ғой, мен Москвада да оқыдым. Новодевичий монастырьда, кладбищелерінде бәрін көрдім. Енді ол басқа әңгіме. Сондықтан егер мен дүниелі үйден шықпасақ, біз қайтып барып онша нәрсені көреміз. Сондықтан сіздер ол нәрседе, пайғамбар деген нәрседе, сіздер одан кейін біздің Қазақстан көп конфессиялы мемлекет болғаннан кейін сіздерге түсіндіріп айтып жатырмын. Білдіңіздер ме, мен жалғыз бір дінге, мен еш уақытта бір дінге жандаспағанда бір дін не шығады ол, мен бәрін қызыққаннан кейін сіздерге айтып отырмын. Мен дінге осы тіл тигізім жоқ. Себебі дінді адам ойлап тапқан. Оның түбі бірақ тұтам ол. Бір күні Сократ айтады ғой, все тайны становятся явным деп. Сонда мен бұл жерде барлық дінді айтып отырмын. Барлық діннің пайғамбарларын айтып отырмын. Ал енді барлық діннің пайғамбарлары еш уақытта кедей болмаған ол. Олар қойда бақпаған, тау тасты кезбеген, білдіңіздер ме? Оның ағасы болып тұрып ешкім жетім болмайды ғой. Сондықтан сіздер соны түсінеді ғой. Деп барлық діннің пайғамбарлары туралы айтқан кезде пайғамбарлық та барып, мектебі бар оның. Оның мектебі бар, оның оқитын жерлері бар оның. Себебі кітапта жазып отыр ғой, ақыл есі бар адам кітапты оқиды. Ол кітаптың шыққанына қазір жазудың шыққанына неше мың жыл болды. Сондықтан сіздер еш уақытта бір нәрсеге сенбеңіздер. Жаңа пайғамбар аспаннан салбырап түсті, әкесі жаралып кетті, онда дүниеде өзінен өзі жаралған екен да, жаратушысыз. Сондықтан еш уақытта пайғамбар жөнінде сіздер қайсы дінде болсаңыздар да, пайғамбарларыңыз туралы жаңылыспаңыздар. Себебі сіз адамның артынан еріп жүргеніңізді еш уақытта ұмытпаңыз. Қайсы дінде болса да, еврейлер Моисейге еріп жүр, сонда ол енді соны өз білу керек қой, зерттеу керек. Сонда сіздер де өздеріңіз қайсы дінге сеніп жүргендеріңіздің, соның пайғамбарларыңыздың не істегенін білсеңіз, ол қандай тіршілікпен жасаған істесеңіз, қазақ айтады ғой, үйренді, жиренді.
Оны жиреніп кетуіңіз керек. Егерде сіз соны шынымен соның түбін зерттесеңіз, ол кімге үйленген, қайтып жасаған, нелерді айтқан десеңіз, оны сіз жиренуіңіз керек, дені сау адам. Оған берілмеу керек қазіргідей. Біреуді өртеп барып, біреуді өлтіріп, мен одан кейін барлық пайғамбарлар туралы айтып отырмын. Ол бәрі еврей. Барлық от и до еврей. Оның мектебі бар, бір-бірінен үйренгені бар. Енді міне әзір біз президентіміздің артынан еріп жатырмыз. Бәрін білеміз ғой ол кісі туралы. Жақсы емес жағын интернетте беріп жатыр. Жақсы жағын күнде саясаттан беріп жатыр. А сіздер де соларды да сөйтіп зерттеңіздер де ілімін алыңыздар оның. Міне сондықтан жаңа сұрақ сұраған кісі, сіздің ойыңызда пайғамбар деген кім деген кезде, ол да зерттелетін, ол да адамның баласы екен. Түсініп отырсыз ба? Олардың еш уақытта сауатсыз болмайтынын, олардың кедей болмайтынын. Одан кейін сіздер маған ренжімеңіздер. Міне менің телефоным бар. 63305 км менің телефоным. А бірақ сіздер оны соған, мен де айттым ғой, мен заңды сыйламаймын, заңнан қорқамын. Ал енді ол заңнан қорқатын адам, өстіп әдемілеп сіздерге мен түсіндіріп беріп жатырмын. Сондықтан барлық әзір біздің 136 деп айтты бүгін азында. 136 ұлттың өзінің ата дәстүрі бар, жолы бар. Сол ата дәстүрді жолды еш уақытта ілімсіз ешқайсы халық өсіп өнбеген. Ал өсіп өнсе де ішінен күйреп кете берген кейін. Мына Осман империясы ақырында не болып тынды? Кеше көрдіңіздер ме? Басы қандай әдемі болып басталды. Міне егер де діндеріңізді де, өсті пайғамбарларыңызды білмесеңіздер, кімнің артына еріп жүргеніңіз, қайсы дін болса да. Сонымен крахпен бітеді ол. Сондықтан пайғамбар деген нәрсені ол өзінің уақытында жасап кетті, ол өзі пайдаланып кетті. Рахатты сүрді, қазіршілеп айтқанда, сөйтті де ол өтіп кетті ол. Міне сондықтан олар көреген, өзінің жағдайын жасап кетті, халыққа бүйтіп айтыңдар деп айтып кетті. Кедейге жағу үшін әрине сен кедей болуың керек. Ол бай болып тұрса кедейге қайтып шығады, барлық халық кедей болса. Ал енді сауатсыз болған екен, мен де сауатсызбын. Ол сауатсыздың, енді сауаттың ішінен сауатты шықса, оған тағы сенбейді ғой. Сондықтан айтқан олар. Мен сауатсызбын, әріп танымаймын деп. Әріп танымайтын адамның ішінен шықпайды. А кедейдің баласынан вообще-сіне шықпайды. Ол тұрмысты біз әлі көрдік қой. Осы жалған дүниені әуелі Құдай атамның арқасында жүріп көрдім. Кейін әкемнің арқасында, соның қаражаты арқылы көрдім. Білдіңіздер ме? Сондықтан мен кедейден не шығады? Жүр ғой қазір кедей бала. Отбасынан шыққан бар, 5-6 әріпті жаттап алып, олардан ішінсе шықпайды. Олар үйрене алмайсың одан. Ол қайсы діннің адамы болса да. Сондықтан пайғамбар деген нәрсе еш уақытта. Оның оқу мектебі бар екенін білсеңіздер болады. Алдыңғы кітаптарды оқиды да олар да. А сауатсыз болса оны оқи алмайды ғой. Одан кейін олар байдың балдары болған. Сондықтан бір үлкен ғұлама айтқан ғой, если хочешь разбогатеть, создай свою религию. Сондықтан әзірде дінде жаңалықтар көптер ашып жүр ғой, ваххабизмді ұйымдастырып жатыр біреулер, таблиғ дейді. Соларды да сол баюдың мақсатында істеп жатыр олар. Солар сол алдыңғы пайғамбарлардың жолдарынан солар үйреніп істеп отыр. А бірақ ол кездегі халық жоқ, қазір енді олар ешкім қолдамайды, енді ондай белгілі бір үлкен тұлға шықпайды енді дінде. Себебі ол адамдардың көзі ашық. Сондықтан келіңіздер енді дұға қылайық. Аллаху аумин, айналайын Құдай, біздің қазақ айналайын осындай көреген халықпыз, біз көреген адамды сыйлағанбыз. Бірақ еш уақытта біреудің артынан, сауатсыз адамның артынан біз ермейміз. Патшамыз отыр ғой, сауат. Айтады ғой қазақ, қарадан хан шықса, халықтан жан шығады дейді. Тегі жоқ адам барып қайт патша болды. Сондықтан ол да Бәйдібек атамыздың ұрпақтары сөйлеп өсіп өнген. Кейін шыққан жерлерін қараңыз. Қандай әдемі жерлерден шығады ұлы адамдар. Біздің ұрағамыздың барып өскен жерін шамалғанды көріңіз, ондай жерде жоқ. Жәннат деп шыққан олар. Сондықтан олардың жаңа мен я так люблю жизнь деп сіздерге қызыл вино ішіңіздер деп ол шынымен айтып жүр ол кісі. Саналы адамдар. Сондықтан бәріміз өмірді жақсы көрген. Өмірді жақсы көрген адам ертесінде артында қалған немере шөберелеріне ол өмірді сыйлап кетеді. Мынандай материальный благо ол тозып кетеді, ол болмайды, әкенің дүниесі, балаға дүние болмайды ол. Сондықтан отанды сүюді, қалдырайық балдарға. Өзіміздің қоғамды, ілімді қалдырайық балдарымызға.
Ол абади, ол арабшалап айтқанда, қазақшалап айтқанда мәңгілік ілім. Сондықтан біз енді осынша нәрсені көрдік ата бабамыздың арқасында. Президентіміз қандай? Мен туылған жеріне, ол кісіге де бір күн өзім бір нені арнаймын көп ақыласына. Міне сондықтан келіңіз, еш уақытта пайғамбарлар сауатсыз болмаған, ол кедей болмаған ол. Сондықтан олар бәрі сауатты болған, и бәрі исключительно еврейлер болған. Бірақ аналары бөлек болғанда, аналары араб болғаннан кейін, олар анасының атын айту олардың тәртібі ол. Сондықтан еш уақытта бәріміз өзіміздің сенген дініміздің пайғамбарларының тарихын білейік. Аллах.